Ауылдық жерлердегі тірек мектептердің әлеуетін арттыру қайырымдылық жобасына қатысушы Абай облысы білім басқармасы Аягөз ауданы білім бөлімінің қалалық көп бейінді қазақ мектеп гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің үздік 5 жетістігіне тоқталғымыз келеді. Бірінші жетістік: мұғалімдеріміздің әдістемелік әлеуеті артты. Назарбаев зияткерлік мектептері мен педагогикалық шеберлік орталығының тренерлермен бірге түрлі курстардан, вебинарлардан өттік. Солардың ішіне мектеп командасы тиімді басқару мен білім сапасын атты курс мектептің жұмыс істеу дағдысына өзгеріс әкелген тиімді курс болды. Курс нәтижесінде мектеп мұғалімдері түрлі жобалармен айналысты. Сол жобаларды облыстық инновациялық әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен өткен табысты мектепке жетудің жаңа жолдары атты облыстық семинарда табысты мектеп командалық жұмыстың нәтижесі тақырыбында іс тәжірибемізбен бөлістік. Екінші жетістік: жаңа құрылғылардың STEM кабинетінің мүмкіндіктері халықаралық сайыстарда топ жаруға мүмкіндік берді. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы аясында Skill Up Hackathon конкурсының республикалық кезеңінде мектеп гимназияның Bumblebee командасы $3000 сертификатын иеленіп, жеңімпаз атанды. Осы команда мүшесі 11-ші сынып оқушысы Жайдахметова Асем халықаралық Өмірбек Жолдасбеков атындағы математика мен механикадан өткен жобалар сайысында жүлделі 3-ші орын алды. Үшінші жетістік: Roboland 2024 9-шы халықаралық робототехника, бағдарламалау және инновациялық технологиялар фестивалінде 10-шы сынып оқушылары Бауыржанұлы Бақытжан мен Мейрамбекұлы Ислам су роботтарының лабиринті атты жұмыстарымен 2-ші жүлделі орынға ие болды. Бағалы сыйлықтармен марапатталды. Төртінші жетістік: мектебіміз ауылдық елді мекендерде орналасқан 4 мектеппен тығыз жұмыс жасап отыр. Ол мектеп оқушыларына семинариялық сабақтар ұйымдастырылып, оқушылары мектеп гимназиядағы құрылғыларды сабақ барысында пайдаланудың жолдарын меңгерді. Ауыл мұғалімдеріне тиімді сабақ өткізудің жолдарын көрсететін семинар, вебинар ұйымдастырылды. Магниттік мектеп мұғалімдермен бірге стартап жобалар, командалық жұмыс үлгісі тақырыбында хакатон ұйымдастырылды. Бесінші жетістік: былтырғы оқу жылының нәтижесінде облыстық үздік мектеп ауласы конкурсынан 1-ші орын, облыстық үздік білім беру ұйымы конкурсында жеңімпаз атанып, облыс әкімінің 10 миллион грантын иелендік. Мектеп ұжымының біліктілігін, кәсібилігін, берекесін танытатын жұмыстардың нәтижесі әлі де жоғарылай береді деген сенімдеміз.